Айына бір рет келетін сол күн етеккір күні. Жалпы қыздардың арасында етеккір келетін кезде іш аурусының сезінетін қыздар өте көп. Егер етеккір келген кезде іш ауырған жағдайда дәрі ішсеңіздер, ауруды тез басып, тіпті мөлшерін де азайтады. Оған қоса, кейде етеккірді тоқтатып қоятын кез де пайда болады. Бірақ көп пайдалансаңыз, кері әсерін тигізуі мүмкін болғандықтан, міндетті түрде дәрігердің рұқсатын алғаннан соң ғана қабылдасаңыздар екен деймін. Дәрі ішкеннен басқа, етеккір уақытысында іш қатты ауырған жағдайда қалай қойдыруға болады? Осы жайында айтатын боламын. Ал бейнежазбаның соңына дейін қарасаңыздар, іш ауырған кезде көмек болатын қалыптар жайында да көрсететін боламын. Сол үшін бейнежазбаны соңына дейін көріп, етеккір кезінде сіздерге аурусынуды басатындай осы бейнежазба көмегін тигізсе екен деген үміттемін. Ең алдымен етеккір кезінде дұрыс тамақтану. Табиғи жолмен етеккірді тоқтату, ол етеккірді сұйық еткізіп, денсаулыққа зиянын келтірмеу қажет. Ең алдымен суды көп ішу қажет. Суды көп ішкен сайын біздің ағзамыздағы жағымсыз қалдықтарды шығара аламыз. Дәл осы жағдайда суды көп ішіп, етеккірді сұйық етіп, етеккірдің біту уақытысын жылдамдата аламыз. Екіншіден, күнделікті өмірде тұтынатын көкөніс, жеміс жидектердің санын одан да көп жейтін болсақ, етеккір сұйық болып, уақытысынан ерте тоқтата аламыз. Үшіншіден, сірке суын ішу. Халық еміне айналып кеткен бұл амалды бір стакан суға 2 қасық сірке суын құйып араластырып ішеміз. Ал егерде нәтижесін тез көргілеріңіз келсе, күніне 3 рет осы тәсілді жасап ішсеңіздер болады. Ал егер алма сірке суы болатын болса, онда ол дене қышуын да бірге кетіретін қасиетке ие. Егерде күнделікті өмірде майлы тамақты ұнататын болсаңыздар, онда етеккір кезінде де іш ауруын қатты сезінуіңіз мүмкін. Сол үшін көкөніс пен жеміс жидектерді жиі жеу арқылы денедегі эстрогендерді азайтып, етеккір кезіндегі іш ауруында алдын ала аламыз. Майлы тамақпен қоса, жылдам тамақтар және де кофе, күш беретін сусындарды, жалпы кофеині бар тамақтарды тұтынбағандарыңыз абзал. Екіншісі, ол массаж жасау және ішті ыстық ету. Егер де етеккір кезінде іш ауруын қатты сезінетін жандар, денеңізді қашанда жылы ұстағаныңыз абзал. Егер іштеріңіз қатты ауырған жағдайда, ыстық пакетті немесе ыстық суды баклажкаға құйып, ішіңізге бассаңыз, іш ауруын басуға көмегін тигізеді. Сонымен қатар, ішіңізді жақсылап массаж жасасаңыз да, ауруды басып, тіпті етеккіріңізді тез бітуіне, тез тоқтауына көмегін тигізеді. Және де аяғыңызды ыстық суға салып отырсаңыз да, қан айналымын жақсартып, аурусынуды баса аласыз. Үшіншіден, етеккір кезде тырсып қалған шалбар кимеуге тырысыңыздар. Етеккір кезінде іштеріңіз қатты ауырған кезде ішті қысып тұратын киімдерді кимеуге тырысыңыз. Өзіңізге ыңғайлы, кең киімдерді кисеңіз, қан айналымын жақсартып, ауырсынуды сезінбеуіңіз әбден мүмкін. Төртіншіден, төсемшелерді жиі ауыстырып тұру қажет. Төсемшелердің құрамында химиялық қосымшалар бар болғандықтан, етеккір кезінде іш ауруын сезінуіңіз де мүмкін. Сондықтан, мүмкіндік болса, арнайы жұмсақ материалдан жасалған матаны пайдаланатын болсаңыз, іш ауруын аз да болса жеңілдетесіз деген үміттемін. Бесіншіден, салауатты өмір сүру. Күнделікті өмірде етеккір кезінде іш аурусының жиі сезінетін жандар белгілі бір уақытта спортпен айналысып, жақсылап дем алып, денеміздің балансын дұрыстап, өзіңіздің стресс шығару амалыңызды тапқаныңыз абзал. Стрессті көп алған сайын тез шаршайтын болып, ауру да бізді айналып шықпайтын болады. Тіпті етеккірдің тұрақсыздығы да пайда болатын болғандықтан, стрессті шығарып тұруыңыз өте маңызды. Одан кейін ауырсынуды басу амалдары. 2 аяқтың арасына ұзын жастықты салып, ішке домалақ жастық болмаса матаны пайдаланып, ұзын жастықтың үстіне бүгіліп отырсаңыздар, онда етеккір кезінде іш қатты ауырса да көмегін тигізеді. Әр ай сайын етеккір келген кезде іш ауыратын жандарға көмегі тисе екен деймін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер
Бейнежазба ұнаса, көмегі тисе, онда лайк басып, Бақыт кілті каналына тіркелсеңіздер, келесі бейнежазба дайындағанда үлкен күш береді. Рахмет.